Мынау адам бейнесіндегі қанішер, жыртқыш, құбыжық екен ғой. Осы уақытқа дейін қалай білмегенбіз? Бұдан ебін тауып кетуіміз керек деп ойлайды. Кешегі сойқан байдың жылқысынан бөліп алып қалған жылқыны жасыруға айдап кеткен Жаппас бұл қанды қырғыннан хабарсыз еді. Жылқыны Ұлытаудың бір адырына жасырып, ауылдың жағдайын біліп қайтайын деп келсе, тоба! Ауылдың орнында күл, әлі жанып бітпеген киіздер ғана бықсып жатыр. Шала жанған адамдар өліп жатыр. Ол атынан түсе қалып, тізерлеп отырып, бетін басып, жас балаша өкіріп, жылай берді. Бір кезде Жаппас: "Көке, есіңізді жиыңыз, енді жылағаннан ештеңе шықпайды, болған іске болаттай болайық, бұлаққа барып бетіңізді жуыңыз" деген нәзік дауысқа жалт бұрылып қараса, ауылдың малын бағатын бөлтіріктің кішкентай қызы Құралай екен. "Шырағым-ау, мынау ауылға не болған? Әлім қайда?" дейді. "Сосын айтам, тұрыңыз" деп қолтықтап бұлаққа бетін жуғызып, оқиғаны кәдімгі үлкен адамдарша тәптіштеп айтып береді. Өзінің бір шұңқырға жасырынып аман қалғанын, қостан шыққан әкесі бөлтірікті, шешесі Құлпынайды ұрып өлтіргенін, Әлімді байлап әкеткенін, ауылдың малын тігерге тұяқ қалдырмай айдап әкеткенін айтты. "Ендігі жұмысымыз өлтіріп тастай қоймаған шығар, Әлімді ебін тауып құтқарайық. Көке, әрекет етейік" дейді. Жаппас кішкентай қыздың бір түн ішінде осыншама есейіп қалғанына, есті адамның сөзін айтып тұрғанына қайран қалады. Ертең өскенде ел анасы, ақылды әйел боласың ғой деп ойлайды. Сол анамыз кейін 8 жыл болыс болып ел ұстапты. Екеуі уақыт оздырмай бір атқа мінгесіп байдың ауылына тартады. Жолда жайылып жүрген бір үйір жылқыдан 2 ат ұстап алып, біреуін жетекке алып түнделетіп жүріп кетеді. Байдың ауылына таянғанда: "Жаппас көке, қазір сіз бір тасада аттармен қала тұрасыз. Мен ауылға барам. Кішкентай балаға ешкім назар аудара қоймайды. Сөйтіп ретін тауып, Әлімнің жағдайын, өлі тірісін, тірі болса қайда екенін біліп келем. Содан кейін жағдайға қарай әрекетке көшеміз" дейді. Мына қыз Жаппасты тағы таң қалдырады. Шашы ұйпа-түйпа, беті кір-қожалақ болып жүретін қыз бұдан мұндай ақыл сөз шығады деп кім ойлаған? "Саған мұнша ақыл қайдан келіп жатыр? Әлі ана сүті аузыңнан кетпеген баласың" дейді Жаппас. "Көке, Әлімді тауып құтқарып алсақ, бұл сұрағыңыздың жауабын сол кезде аласыз" дейді. Бұлар бір қойшыға кездеседі. Қойшы далада жүр екен. "Түнделетіп жүрген бұл қайсың?" деп айғай салады. Бұлар алыстан келе жатқан жолаушылар екенін, Әлім деген жиендерін іздеп келе жатқанын айтады. Қойшы үндемей біраз тұрады да: "Сендерге не айтарымды білмей тұрмын" депті. "Өлсе өлгенін, тірі болса көргеніңізді айтыңыз. Ауылын өртеп жіберіпті, оны білеміз" дейді Құралай. "Менің көргенімде тірет, қазір білмеймін. Оны бұзаудың терісіне салып, адырдың ар жағына апарып тастағанын айтады". "Сенің жаның бір ауылдың арыстай азаматынан артық па? Тірі болса босатып жібер, өлсе оны көріп қайт" деп әйелі маза бермей, "Барайын деп шығып едім" дейді. Бұл үшеуі де орнын сипап қалады. Парша-парша болып жатқан теріні көреді. Не болғанын білмей дағдарып тұрғанда: "Сіз осы жігітті әкеле жатқанда ит көзіңізге түскен жоқ па?" дейді Құралай. Қойшы сәл ойланып барып, алыстан бір ала тазыны көрген сияқтымын. Иә, анық көрдім" дейді. Сонда Құралай: "Бізден құмай артық болды-ау" депті.
Сіз өзіңіз бірге болғандай сөйлеп отырсыз. Мұның бәрін қайдан білесіз? Айтқан сөздерін өз құлағыңызбен естігендей айтып отырсыз, дедім мен ақсақалға. Сол кезде Сағындық кеңкілдеп күліп алды да, көзім көрмесе де осы оқиғаны басынан кешірген адамның өз аузынан естігенімді айтып отырмын. Мен сол әлімнің, Құралайдың немересімін. Әжем 87 жасында, атам 95 жасында қайтты. Әжем қайтқанда 8 жаста, атам қайтқанда 16-ға шыққанмын. Ал Жаппас олардан ертерек қайтты. Ол байдың бәйбішесі Қадишаға үйленіп, бақытты өмір сүреді. Байдан пұшпағы қанамаған Қадиша Жаппастан 2 ұл, 3 қыз, 5 бала тапты. Менің әкем әлімнің тұңғышы екен. Оған есен аман деп Қадиша ат қойыпты. Есен аманнан туған 7 ағайынды едік. Қазір бір қарындасымыз екеуміз қалдық. Нағашымыз Қарауыл. Шешем 1959 жылы, әкем 1962 жылы қайтыс болды. Бұл әңгімені атам мен әжемнің, Жаппас пен Қадишаның, сол кезде байдың құлшоқпарларының бірі болған Бүркіттің өз ауыздарынан естідім. Бір ауыз қоспасы жоқ. Не естідім, соны айтып отырмын, шырағым, деді қария. Ал зекет жазаланбады ма? Ой, шырағым-ай, ондай жауыз жазасыз қалушы ма еді? Қадишаның әкесі Әзімбай бұрын соңды құлақ естіп көрмеген мына сұмдық хабарды естігеннен кейін ауылдың ақсақалдарын жинап, ақылдасып, 100 жігіт алып, өзі бас болып зекеттің ауылына аттанады. Ол ауылға келгенде бірде-бір адам Әзімбайдың жігіттеріне қару алып қарсы шықпады. Зекеттің сөзін ешкім тыңдамайды. Оны қашпақшы болып жатқанда өзінің қолшоқпарларының бірі болып жүрген Бүркіт ұстап байлап тастайды. Әзімбай басқа ешкімге тиіспей ауыл халқын жинап, зекетке оның қолшоқпарларына қандай баға беруін сұрайды. Өлім жазасы берілсін деп бір ауыздан айқайлайды. Бұл жиынға жасырынып жүрген Әлім мен Жаппас та, Құралай да естіп келеді. Біреулер зекетті өртеп жіберу керек десе, енді біреулер өлтіріп көмусіз тастау керек деп әртүрлі пікірлер айтады. Ақсақалдар бұларға қандай жаза берсе де лайықты екенін, бірақ соның қай түрін қолданарын білмей отырып қалады. Сол кезде ортаға менің әжем суырылып шығып, Әзімбайдың алдына барып, тізерлеп отыра қалып, 2 қолын кеудесіне қойып, дат тақсыр, дейді. Датың болса айта ғой, дейді. Ел қаршадай қыздың ісіне таң қалып, не айтар екен деп сілтідей тынады. Сонда жас қыз: уа халайық, ардақты аталарым, ата тұрып ұл сөйлегеннен без, ана тұрып қыз сөйлегеннен без деген мақалды білем. Менің әкем де, анам да, ауылым да, бауырларым да осы жауыздықтың құрбаны болды. Азалы ауылымызды, жазықсыз өлген адамдарды аза тұтпақ түгілі, осы уақытқа дейін өлігімізді жерлей алмай жасырынып күн өткіздік. Я, бұл ештеңемен салыстыруға болмайтын жауыздық. Зекетті Әлім мен Жаппас үшеумізге беріңіздер. Оның жазасын өзіміз берейік. Ал баласы Жанай әкесінің айтқанын істейді. Ол оның балалық парызы еді. Ол сол парызын орындады. Оған кешірім жасаса, ал қолшоқпарлары күн көріс үшін, отбасын асырау үшін, мына сұмырайдан қорыққанынан, амалсыздан қылмысқа барды. Оларды өлім жазасынан босатып, ауылдан аластатылса деймін. Байдың малының 3-тен 1 бөлігі сол ауылдан тірі қалған үшеумізге берілсін. Қалған бөлігі, бүкіл дүние мүлкі Қадиша анамызға берілуі керек. Артық айтсам ашынғанымнан болар.
сіздердің алдарыңызда сөйлегенім ашынғаннан ашылғаным болар. Халқымнан, ел билеген ағаларымнан кешірім сұраймын. Әзімбай, шырағым, ел аузында жүрген жас боларсың. Өскенде елдің анасы, әлсіздің панасы болайын деп тұр екенсің, депті. Содан бастап әжеміз Биханым атаныпты. Ел азан шақырып қойған атының Құралай екенін ол кісі қайтқанда бірақ білді, деп әңгімесін аяқтады. Иә, мен бұл жердің Қандыбұлақ атануына, осы қанды оқиғаның өзекті болғанына күмән келтіргем жоқ. Мағзұмбек Машайықұлы, оқыған Гүлнар Сапарқызы.